Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Казонимус арнасы. Менің үшінші видеома қош келіпсіздер. Достар, бүгінгі видео супер қабілеті бар адамдар жайында болмақшы. Яғни, олар қандай, олар не істей алады, солар жайында. Бүгінгі видеода көзі фотоаппарат, көзбен суретке түсіретін және 5 литрлік суды ішіп, оны қайтадан ауызбен шығарып тастайтын, құлағымен жанындағы заттарды көретін, 297 тонналық затты тіспен тартқан, адам ауруын адамның көзіне қарап-ақ біліп қоятын, тепе-теңдікті кішкентай жіптің үстінде сақтай алатын және кез келген есепті калькулятордан бұрын бірнеше секундта шығарып тастайтын адамдар туралы білетін боласыз. Ендеше видеоның соңына дейін көріңіздер. Маған қолдау ретінде арнаға тіркеліп қойып, лайк басып және өз ойларыңызды комментарийге жазып отырыңыздар. Ал біз керемет видеомызды бастаймыз. Негізі адам күніне 2 литр су ішу керек, бірақ 2 литрді көбісі іше бермейді. Көбісінің де ішкісі келмейді. Ал мына жігіт 2 литр емес 5 литрден астам суды ішеді және іше салысымен оны еш қиналмай аузынан шығарып тастайды. Бұл жігіттің аты Диксон Оппонг және бұл жігіттің супер қабілетін белгілі бір шоуда елге паш еткен. Оның ең таңғалдырарлық қабілеті жаңағы айтып өткенімдей суды тағда басқа ішкен тағамдардың барлығын қайта шығару, яғни оны еш қиналмай, жай ғана оны қалай істейтінін өзі де түсінбейді. Жай ғана еш қиналмай бір қимылмен судың барлығын шығарып тастайды. Стивен Уилчард, бұл жігіттің көзінде фотоаппарат орналасқан. Сондай-ақ бұл жігіт сурет салудың нағыз шебері. Ол көзімен айналаны көріп, оны суретке өз көзімен түсіріп алып, кейін оны ақпаратқа дәл сол күйінше салып береді. Ал мына ісі елдің есінен ешқашан кетпейді. Бұл жігіт вертолетке мініп, вертолетпен аспанды, қаланы көріп шығып, және қаланың барлық жерін өз көзімен суретке түсіріп, кейін ешқандай суретке қарамай, параққа бүкіл қаланы дәл ұқсас қылып салып шыққан. Ал енді сіз далаға шығыңыз, ағаштарға қараңыз да, дәл сол ағаштарды үйге кіріп барып, ақпаратқа салып тырысып көріңіз. Ол ұқсамайды. Сіздің памятыңыз оны сақтап алуға жетпейді, және сіздің сурет салу қабілетіңіз де оған жетпейді. Ал бұл жігіт ерекше жігіт. Дэниел Кирш, бұл адамның көзі көр. Бірақ ол айналаны ешқандай қиындықсыз көре береді. Кез келген жұмысты істей береді, және велосипедті де еш қиындықсыз айдай береді. Ол қалай айналаны көреді десеңіздер, ол құлақ арқылы, яғни есту арқылы, дыбыс арқылы айналаны өзінің миына елестетіп көре алады. Және бұл адам жарғанат сияқты ең төменгі дауысты да естіп қоя алады. Бұл адам өзінің қабілетімен басқа да көзі көрмейтін адамдарға бөліскісі келіп, көптеген көзі көр адамдарға арналған сабақтар жүргізеді. Радха Кришнан Велю, бұл жігітті көбісі тіс патшасы деп таниды. Себебі бұл жігіт 2007 жылы Малайзияның мерекесіне байланысты пойызды, яғни 297 тонналық, тіпті 300 тоннаға жақын пойызды тісімен 3 метрге дейін пойыздың рельсіне жатып тістерімен тартып шыққан. 300 тонналық нәрсені адамдар қолмен де тарта алмайды. Олар 10 шақты болса да 300 тонналық пойызды итеріп немесе оны тарта алмайды. Ал мына жігіт тістерімен 300 тонналық пойызды тартты. Шакинтама Деви, бұл әйел таза математик, есепті қатты шығаратын әйел. Тіпті миллион сандарды калькулятор сияқты бір-біріне көбейтіп бір-біріне бөлуден бұл әйел шебер. Наталья Демкина, бұл қыз ерекше тәуіптік қасиетке ие. Ол адамның денесіне қарап-ақ, көзіне қарап-ақ, адамның сөздеріне қарап-ақ, адамның ішіндегі жан дүниесін біле алады. Яғни, сіздің көзіңізге қарап тұрып, сіздің қай жеріңіз ауырып тұрғанын, немесе негізі қай жеріңіз ауыратынын, сіздің ауруыңызды анықтай алады. Оған не дәлел бола алады десеңіздер, бұл қызды бір шоуға шақырған және қолының және аяғының сүйектері сынған бір науқасты шақырған. Оның көп бөліктері сынған болатын. Ал Наталья оның барлық бөліктерін қалай сынғанын және қайтып сынғанын барлығын анықтап берді. Эскил Роннингс Бакен, бұл жігіттің не істей алатындарына сіз таң қаласыз. Себебі бұл жігіт кішкентай жіптің үстінде тепе-теңдікті еш қиналмай сақтай алады. Олай көп адам істей алады ғой десеңіздер, бұл жігіттің ең ерекше қасиеті, бұл жігіт барлық трюктарын ешқандай қауіпсіздік заттарынсыз жасайды. Және оны жасап жатқан кезде бұл жігіт ешқандай қорқынышсыз
барлығын көздерді жұмып алып жасайды. Сіз тау үстінде осындай екі жіңішке таяқта 10 минут тұра аласыз ба? Тіпті күштері ең көп адамдардың өздері де үйтіп тұра алмайды. Минуттан минутқа қолыңыз дірілдеп тепе-теңдігіңіз төмендей бастайды. Ал бұл жігіт үшін оның барлығы жай ғана жаттығу. Ши Лилянг. Бұл жігіттің сіз не істегенін білесіз бе? Бұл жігіт су үстінде жүріп өткен. Я, әрине, бұл жігіт су үстінде жүргенімен тақтайлардың үстінде жүрген деп тұрсыз ғой. Бірақ сіз дәл осы тақтайлардың үстімен жүретін болсаңыз, сіз бірінші тақтайдың өзінде-ақ батып кетесіз. Себебі бұл жігіттің тепе-теңдік жүгіру стилін сіз білмейсіз. Және 200 тақтайды жүгіріп шығамын дегенше сіздің аяғыңыз талып кетеді. Осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Казониумус арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.